Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Сіздермен бірге Әлішер Қамалханұлы, тарих ғылымдарының магистрі, ұбт сарапшысы, екі бірдей 140 балы иегерінің ұстазы боламын. Енді мына тестімізді бастамай тұрып, шағын әдеттегідей жарнама. Алдоңғаров онлайн инста парақшасына тіркеліп кетіңіздер. Бәлкім сіздер де үшінші 140 бал иегері боларсыздар. Бізде қазір қаңтар айының нұсқа талдауларына жазылу жүріп жатыр. Одан бөлек нағыз ұбт-ның нұсқа талдауы биыл қымбаттайды, 200 мың теңге болады. Соған сіздерді қатысуға шақырамын. Бірақ біздің курсқа қатысып жатқандарға ол тегін форматта беріледі. Ең бастысы белсенді болып, айлық апталық тестті тапсырып, кураторлық сабақтан қалмай, және менің сабақтарымнан, талдауларымнан қалмасаңыздар, 140 бал иегері болу мүмкіндігіңіз бар. Сонымен мына тестімізді бастайық. 184 жылы сары орамалдылар көтерілісі болған ел. Әрине ол бізде Қытай мемлекеті болады. Саяси экономикалық дағдарыс салдарынан 184 жылы Қытайда сары орамалдылар көтерілісі болады. Соның нәтижесінде Хан династиясы құлаған болатын. Енді мына тестологияда сұрақтың форматын өзгерту түрлері бар. Мысалы, мына жерге 1882 жылы ағылшындарға қарсы египеттіктер үшін деген көтеріліс жасаған тұлға десе, мысалы, Араби пашаны қоюға болады. Немесе 1882 жылы ағылшын экспансиясына қарсы көтеріліс жасаған ел десе, осы Египет болады. Египетте араб көктемі көтерілісі де болған еді. Ал Рим, енді Римде 476 жылы Одуагар бастаған көтеріліс болған. Ол да ұбт сұрақтарында кездеседі. Ал Үндістан ол 1857-59 жылдар аралығында болған сипайлар көтерілісі, ол да ұбт сұрақтарында кездеседі. Сонда ұбт-ның кезінде бұл сұрақтарды өзгерте беруге болады. Мысалы, мына жерде 18-25 жылдар болған қызылғасылар көтерілісін сұрауға болады, Фанчун. Ол да Қытайда болған. Немесе 1850-64 жылдардағы тайпиндер көтерілісін сұрай салады. Немесе 1899-1901 жылдардағы ихетуандар көтерілісін сұрайды. Яғни бұл жерде оның форматын ауыстыра беруге болады. Бұл тестологияда, яғни комбинацияны өзгерту әдісі деп атайды, ол жиі қолданылады. Дұрыс жауап Қытай болады. Келесі сұрақ. Рим империясының ыдырауы нәтижесінде шығыс пен батыс арасындағы алтын көпір атанған қала. Жалпы негізді Рим империясы бір тұтас болған. Оны сіздер білесіздер, ол патшалық кезең біздің заманымыздан бұрынғы 753-509 жылдар. Одан кейінгі республикалық кезең 509 жылдан бастап 27 жылдар. Және 27 жылдан бастап 476 жылға дейін императорлық, империялық кезең болады. Енді сол 395 жылы Рим империясы екіге бөлініп кетті. Мына жағында астанасы Рим, батыс Рим империясы, мына жағында астанасы Константинополь болған, шығыс Рим империясы, яғни Византия өмір сүрді. Сол Византияның астанасы Константинополь, алтын көпір атанған қала болды. Мысалы, Құдайдың қақпасы десе сіздер Вавилонды айтасыздар. Мынау алтын көпір деп аталады, Константинополь қаласы. Сол сияқты, мысалы, Қайырымды қала деген бар, Баласағұн қаласы. Ақ өзен үстінде қала деген бар, Сайрам қаласы. Одан кейін тағында екінші ұстаз қаласы, мысалы, Отырар қаласы. Көп енді кете береді бұндай атаулар бізде. Енді Иерусалим, бұл қасиетті қала деп аталады. Ол 1096-1099 жылдардағы бірінші крес жорығы кезінде кресшілер 1099 жылы жаулап алған болатын, және Готфрид Бульонский Иерусалим корольдігінің басшысына айналған. Ал енді мына үш дистракторды, яғни Константинополь, Иерусалим, Александрияны қоса алғанда, бұлар Византияның сауда және қолөнер орталықтары. Мысалы, мынау Үндістанда келетін Бомбей, Мадрас, Калькутта, немесе Детройт, Нью-Йорк, Чикаго деген сияқты комбинациялық, яғни ұқсас сұрақтар, олар бізде ұбт-да алына береді. Фракия мен Египет дегендер, олар бізде Византияны астықпен қамтамасыз етіп отыратын аймақтар ретінде келеді. Яғни Мысыр, Фракия деп белгілейсіздер. Дұрыс жауап Константинополь. Германиядағы реформацияның жетекшісі. 16 ғасырда Германияда христиан дінінің үшінші бағытын қалыптастырған, протестанттықты қалыптастырған реформация деген қозғалыс болады.
сол қозғалысты бастаған ол Мартин Лютер деген қайраткер 1517 жылы жаңағы 95 тезисін жариялайды. Одан кейін 1520 жылы бұл неміс халқының ісі деп жариялаған болатын, жалпы католиктердің азғындығына қарсы күресуді. Кейін ол жалғасады. 1524-25 жылдары Томас Мюнсер анабаптистер қозғалысын, басқаша шоқынушылардың қозғалысын басқарады. Кейін бұл Швейцарияға тарайды. Ол жерде 1522 жылы 67 статья деген еңбекті Ульрих Цвингли жазып шығарады. Ал Жан Кальвин болса протестанттық академияны басқарған болатын, кальвинизмнің негізін қалады. Ал мынау Иммануэл Кант болатын болса, құқықтық мемлекет теориясының негізін қалаған. Бұны да оқу қажет. Ары қарай кеттік. Келесі сұрақ. Америка ашқан жерді Америка деп атау керек деген лотарингиялық картограф. Әрине оның жауабы бізде Мартин Вальдземюллер болады. 1507 жылы Азия, Африка, Еуропаның картасын салады да тотықұстар жерін Америко Веспуччидің құрметіне атайық деген шешімге келеді. Америко Веспуччи деген ол Христофор Колумб ашқан жерге 1499, 1501, 1503 жылдары барып қайтқан болатын, 3 рет саяхат жасап, және ол бұлдың жаңа жер екен, Үндістан емес екендігін айтқан еді. Ал Христофор Колумб 1492 жылы Ниня, Пинта және Санта Мария деген кемесімен Испанияның Палас қаласынан шығып, Атлантикаға шыққан кезде Сарагосты ашты, теңізді. Одан кейін Кариб теңізіне барған кезде Гаити, Куба, Сан-Сальвадор аралдарын ашқан болатын. Міне Христофор Колумб ол Үндістанды аштым деп өмірден өтіп кетті. Бірақ өмірдің соңғы кезеңде бір күмәнданған екен. Ал Васко де Гама ол 1497 жылы Лиссабоннан 4 кемесімен саяхатқа шықты, және де ол 1498 жылы Үндістанға жетті. Бір жылға жуық бірінші саяхаты осылай аяқталды. Бірақ ол кейін 1502 жылы қайтып келді бұл жерге, және де Каликуттың раджасына ультиматум қойып, үлкен қысым жасап, халқын қырғынға ұшыратты. Одан бөлек Суматра, Ява, Цейлон аралдарында халқын қырғынға ұшыратқан осы Васко де Гама болады. Бұл Үндістанды ашқан. Христофор Колумб ол Американы ашқан. Ал Американың жаңа құрлық екенін айтқан ол Америко Веспуччи болады, ал оны құрметіне атаған Мартин Вальдземюллер болады. Айтпақшы, 10-шы сыныптың да жаңағы географиялық ашуларын жақсылап оқыңыздар. Нағыз ұбытық айтпақшы биыл қымбаттаттым. Былтырғы жылы 100 мың теңгеге ғана сатқан болатынмын. Биылғы жылы бізде нағыз ұбытын талдаулар осы қаңтар айынан басталады бұйырса, және ол 200 мың теңгені құрайды. Ал курсқа жазылғандар сол қазіргі 100 мың теңге бағамымен соған қатыса береді. Анау маусымға дейін дайындықтар жалғаса береді. Ары қарай кеттік. Жаңа заман кезеңінің басталуына негіз болған тарихи оқиға, әрине ол бізде ағылшын буржуазиялық революциясы 1640 жылы басталған. Бірінші Карлға қарсы парламенттің наразылығынан, ұзақ парламентпен арасында күрес болды. Міне осы оқиға ағылшын буржуазиялық революциясы. Отаршылық жүйенің жойылуы деген бұл екінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі кезең болады. Яғни отарсыздану процесі басталды 45 жылдан бастап. 1960 жылғы Африка жылы оның ең керемет көріністерінің бірі болады. Азия елдерінің жабық есік саясатын жүргізілуі деген ол қате. 4 ел ұбт-да келеді. Ол Вьетнам, Корея, Жапония, Қытай мемлекеттері. Бұлар негізі феодалдық артта қалған мемлекеттер болды. Соның арқасында экономикасы дамымай қалды. ақш-тың тәуелсіздік алуы 1776 жыл, келесі жыл мерейтойы болайын деп жатыр. 4 шілдеде Трамп керемет өткізем деп жатыр. Бұл 1783 жылы Версаль келісімшартымен мойындалған, және 1814 жылғы Гент келісімшарты да оны тағы бір мәрте растаған болатын. Дұрыс жауабы ағылшын буржуазиялық революциясы. ұбт-да барлық сұрақ қиын болмайды, бірақ сол 1-2 сұрақтың өзі 140 балды шешіп кетеді. Сол себепті сіздерге енді 9 жыл осы саламен айналысып келе жатқан маман ретінде, 2 бірдей 140 балы егені шығарған маман ретінде өзімнің курсыма шақырамын. Бәсеке болу керек, яғни жанталасып тұру керек, яғни курсқа келген кезде сондай бір дамушы ортаға келгеніңізді сезінесіз. Солай дайындалғаныңыз дұрыс. Келесі сұрақ.
XIX ғасырдың бірінші жартысында ақш-тың солтүстігінде дамыған шаруашылық әрине ол фермерлік болады. Америка құрама штаттарының солтүстігінде фермерлік шаруашылық, оңтүстігінде плантациялық шаруашылық болған. Солтүстігі капиталистік болған, буржуазиялық қатынастар үстемдік еткен, ол жақта фабрикалар, үлкен зауыттар салынған. Ал плантаторлар басқарған жерде 1828 жылы демократиялық партия құрылды, олар құлдықты жақтады. Яғни плантаторлар ана Африканың батысынан үлкен үлкен құлдарды алып келген болатын, иә, трансатлантикалық құл саудасы болған. Латифундистер деген байлардың заңсыз бос жатқан жерлер тартып алуы болады. Латифундизм, оны ана скваторлықпен шатастырмау керек. Скваторлық деген ол фермерлердің бос жатқан жерлерді өз еркімен иеленуі болады. Ал кооперативтік деген ол ұжымдасу деген мағынаны білдіреді. Бұл қате жауап. Кооперативтендіру КСРО-да қатты жүзеге асырылды. Немесе оны біз одан бөлек коллективизация дегенді білеміз, иә, ұжымдастыру. Конституция бойынша Осман империясының мемлекеттік діні. Енді Осман империясында 1876 жылы конституция бар. Екінші Абдулхамидтің кезінде жасалған. Сол конституцияда мемлекеттік дін ислам діні ретінде көрсетілген. Мемлекеттік тіл түрік тілі болады, өйткені бұларда араб тілінің ықпалы қатты болған. Осман тілі болған, сосын ислам діні мемлекеттік дін болады. Бірақ бұл конституция ұзаққа бармайды. 1877-78 жылдардағы орыс түрік соғысын пайдаланып, екінші Абдулхамид конституцияның ықпалын төмендетеді. Іс жүзінде орындалмайды. Одан кейін парламент таратып жібереді. 1878 жылы ақпан айында жалғыз өзі билік жүргізеді. Будда деген ол ежелгі дін, әлемдегі Үндістанда пайда болған, ұбт сұрақтарында кездеседі. Ашок деген Үндістанның патшасы қолдаған. Манихейлік, Манидің жасаған діні 216-277 жылдары өмір сүрген Иранда. Манихейлік ілім бірінші Шапура деген билеуші кеткеннен кейін Маниді дінбұзар деп қудалап жіберген. Ал христиан діні ол әрине әлемдік діндердің бірі, Иисус Христос алып келген екен. Так, осыны ұмытпаймыз. 1866 жылғы басталған соғыс. Енді бұл 1864 жылға Австрия, Дания, Пруссия соғысынан кейін болған соғыс болады. Жаңағы Дания, Австрия, Пруссия соғысында Пруссия Шлезвигті, Австрия Гольштейнді алып алған. Бірақ Австрияға өзінің уәде етілген жерін Пруссия бермей қояды. Сонымен бұл Австрияның жаңағы талқандалуының бастамасы болады. Дания жеңілген болатын, осындай оқиғалар болды. Сонымен 1866 жылы енді жаңағы одақтастар өзара соғысып кетеді, Австрия мен Пруссия. Бұл Австрия-Пруссия соғысы болады. 1866 жылы 3 шілдеде Садово деген қыстақтың жанында пруссиялық әскер австриялықтар тас-талқан етіп жеңеді. Сонымен Пруссияның жері Рейннан Неманға дейінгі жерге ұлғаяды. 1866 жылы 23 тамызда Прага келісімі жасалады. Сол Прага келісім шартына сәйкес Австрия Германдық одақтан толыққанды шығып кетеді және Германиядағы гегемония дау-дамайынан бас тартады. Және солтүстік Германдық одақ құрылған 66 жылы, оған дейін білесіздер, неміс кедендік одағы болған 34 жылғы және 15 жылғы Герман одағы болған еді. Осы Пруссияның канцлері үкімет басы болады, Пруссияның королі сол одақтың басшысы болады. Қалғандарын алып тастайық. Италия-Австрия соғысы болған 1859 жылы болды. Франция-Пруссия соғысы 1868 жылы тағы босап қалған испан тағы үшін күресте басталды. 1871 жылдар болды. 70 жылы тамыз айында Метс қамалының түбінде 200 мың француз әскері тұтқынға түсті. Және 1870 жылы 2 қыркүйекте Седан түбінде пруссиялық әскер француздар талқандады. Оны да білулеріңіз керек. Және де сол 1871 жылы қаңтар айында Версаль сарайының айналы залында Герман империясы жарияланды. Болды. Италия-Пруссия соғысы бұл бізде қате. Екеуі де неден жеңілген? Франциядан, Наполеоннан директория кезінде жеңілді. Пруссия 1795 жылы жеңіліп қалды. Рейн өзенінің жағалауын алып алған болатын. Және де Италия 1796 жылы жеңілді. Сонда 1795 Пруссия, 1796 жылы Италия болады. Еншілес республикалар құрылды.
жетпіс 1797-99 жылдар. Келесі, Австрияның қарулануын шектеу және оның репарациялық төлеуін заңдастырған келісім шарт әрине ол Сен-Жермен келісім шарты болады. Бұдан бөлек оңтүстік Тироль аймағы Италияға берілген еді, иә, бұны да білетін шығарсыздар. Ал Север келісім шарты ол Түркиямен жасалған. Измир порты, жаңағы Измир қаласы Грекияға берілген. Түрік әскері қысқартылған, бұғаздарға халықаралық бақылау орнатылған деген сияқты тест тапсырмалар келеді. Трианон ол Венгриямен жасалды, Ней болатын болса Болгариямен жасалды. Биылғы жылы да бұл нағыз ұбт-да көп алынатын сұрақтар қатарына жатады. Келесі, бірақ дәл осы сұрақтар ұбт-да келмейді айтпақшы. Әр ұбт-ның сұрақтары бөлек-бөлек құрастырылады және олар уже дайын тұр, яғни әрбір циклға бөлек құрастырылады. Мынау тест тапсырмалар бұл 2024 жылғы нағыз ұбт-ның сұрақтары. 1917 жылы ақпанда жұмысшылар мен сарбаздардың толқулары басталған қала. Әрине, оның жауабы бізде Петроград болады. Петроград қаласында жұмысшылар мен сарбаздардың толқулары басталып, ақпан революциясы нәтижесінде 23-27 ақпан аралығында осы Николай тақтан кетті. Сонымен монархия жойылды. Ресей, яғни республикалық келбетке ие болды. Мәскеу қате жауап болады. Айтпақшы, бұл мынандай сұрақтар бар. Антифашистік, антибольшевиктік қозғалыстардың ірі ошақтар десе, Мәскеу мен Петроградты белгілейсіздер. Киев дегеніміз ол әрине бізде оңтүстік одақ құрылған жер 1825 жылғы декабристер көтерілісі қарсаңында. Минскі ол 1898 жылғы Ресей социал-демократиялық жұмысшы партиясының бірінші съезі өткізілген жер және сол жерде партия құрылған болатын. Келесі, 1931 жылы Жапония еш қарсылықсыз басып алған Қытай аймағы әрине ол Манчжурия болады. Манчжурияны басып алады, сонымен сол жерге Пуйды басшылыққа қояды. Манчжоу деген қуыршақ мемлекет құрып, оны 30 жылдар КСРО мойындайды. Жаңағы Моңғол халық республикасын Жапония мойындаған үшін. Және 32 жылы Ұлы Қытай қорғанына дейін жетеді. Осындай оқиғалар орын алған. Жуйцин деген 31 жылы Қытай Кеңес Республикасы құрылған қала. Шаньдун деген түбек, ол 1898 жылы Германияның бақылауына өткен Циндао портымен бірге. Және Шаньдун түбегінде Ихетуандар көтерілісі басталған, Қызылғастылар көтерілісі басталған ежелгі дәуірдегі. Одан кейін Гуанчжоу дегеніміз ірі қалалардың бірі, бұл жерде Гуньхан сауда монополиясы орналасқан болатын. Келесі, 20 ғасырдың 30 жылдардағы экономикалық дағдарыстан шығуда социал реформашылық жолды таңдаған ел әрине ол Франция болады. Және Скандинавия елдері бар. Ал Италия, Германия олар тоталитарлық жолды таңдады, дәл Жапония мен Испания сияқты. Ал ақш болатын болса, ол социал деп ғой, либералды реформашылық жолды таңдады. Осыны ұмытпаймыз. Ары қарай кеттік. Келесі, 20 ғасырдың 30 жылдары КСРОда қуғынға ұшыраған әлеуметтік топ өкілдері. Әрине ол кулактар немесе оларды ірі жер иелері дейді. Қалғандарын алып тастайық. Кеншілер мен мұнайшылар, жұмысшыларды жалпы КСРО қолдайды, жұмысшы табын қолдайды және кедей шаруаларды да қолдайды. Жалпы шаруалардың белгісі ол бізде балға болады, ал орақ болады, ал жұмысшылардың белгісі балта болады. Балға. Сонымен бұл екі тапты қорғайды, сол себепті кулактар, олар байлар бұларды қуғындаған болатын. Теңдік орнатамыз деген ниетпен. Келесі, 1935 жылы қазан айында Италияның басып кірген елі. Бұл бізде Эфиопия болады және оны 36 жылы басып алған болатын. Алжир ол Францияның аймағы болды, Мароккода дәл солай. Того, Камерун, олар Германияның ықпал ету аймақтары болды. 20 ғасырдың 30 жылдары Версаль жүйесінің тұрақтылығына қатты соққы болып тиген аншлюс, әрине ол Австрияның жеңілісі. 1938 жылы Курт Шушник келіскен болатын ақпан айында, және де наурыз айында 11-нен 12-сіне қараған түні наурызда
герман әскері австрия жеріне кірді. Салтанатты түрде 13 наурызда Адольф Гитлер Венаға кіріп, сол күні Австрия Германияға қосылды. Польшаның әрекетсіздігі деген қате, ол күресті 39 жылы 1 қыркүйекте, бірақ 2 аптаға жетпей бұл жерді басып алған болатын. 1 қыркүйекте батысынан Германия, шығысынан 17 қыркүйекте КСРО басып кірді. Чехословакияның әлсіреуі ол бізде 38 жылы болған. 38 жылы оны Мюнхен конференциясында 29-30 қыркүйекте бөліске салды. Ал Румынияның бөлшектенуі деген қате 39 жылы 23 наурызда бұл Румыниямен жеке келіссөз жасалған, және Румыния соғыстың аяғына дейін Германияға қызмет етпекші болды. Келесі, және 41 жылы антикоминтерндік пактіге қосылған Румыния. Олардың ішінде бұлар жоқ екен. Румыния, одан кейін Финляндия, Болгария, Хорватия, Дания, Словакия, бұлар 41 жылы антикоминтерндік пактіге қосылды. Ал 39-да Венгрия, Испания Манчжоуға қосылған. Келесі, КСРО-дағы Германияның күтпеген шабуыл кезінде шекара маңындағы әскери бөлімдердің жеңіліске ұшырауы себебі қорғаныс шептерінде әскерлер болмады. Ал әскери бөлімдердің жақын полигондарда болу қате, алыстау болған. Авиацияның майдандық аэродромдарда орналасу деген қате, бұл яғни соғысқа жақын дегенді білдіреді. Әскери базалардың даярлықта болуы дегенде қате, яғни наоборот жазып қойған. Келесі, қырғиқабақ соғыс жылдарында ақш-тың ғарыштағы ірі жетістігі, ақш-тың жетістігі болса, ол адамды айға қондырды. 1969 жыл Нил Армстронг деген астроном. Қалғандарын алып тастайық. Робот адам шығарды. Мысалы, Ресейде 2019 жылы Федор деген болды, робот әйел болған айтпақшы, София деген, оны да білетін шығармыз. Ал алғашқы болып адамды ғарышқа ұшырған 61 жылы Юрий Гагарин, ол бізде КСРО. Жасанды жер серігі, ол 57 жыл, бұл КСРО болады. Келесі, Біріккен ұлттар ұйымының 48 жылы қабылдаған маңызды құжаты. Адам құқықтарының жалпыға бірдей декларациясы 10 желтоқсан, бұл адам құқықтарының күні болып есептеледі, және осының құқықтары бірнеше топқа бөлінеді, соларды сіздер жаттауларыңыз қажет болады. 4 ірі топтарды білу қажет. Қалғанын алып тастаймыз. Бейбітшілік үшін серіктестік, ол 1949 жылы құрылған НАТОның басқа елдермен, мысалы біздің Қазақстан сияқты елдермен серіктестік бағдарламасы болады. Ал сенім шаралары каталогы, ол бізде 1975 жылы Хельсинкиде Еуропалық қауіпсіздік ынтымақтастық кеңесінің отырысында қабылданған болатын. Ядролық қаруды таратпау 70 жылы жасалған еді. Үшінші елдерге ядролық қаруды таратуға болмайды. Шведтік үлгінің негізгі мақсаттарының бірі, экономика әрқашан маңызды. Менің парақшамда чек-листтер өте көп, яғни бұл пайдалы ақпараттар, жұмыспен толық қамтылуы болады. Экономиканы жоспарлық жүйеге көшіру, ол КСРО-да болған. Жеке меншік секторға бақылау орнату, ол мынау жаңа бағыт деп аталатын Рузвельттің саясатында кеңесшілдік теория бойынша болды. Компаниялардың өндірістік қызметін шектеу деген ол тіптен қате болады, өйткені бұл демократиялық капиталистік ел. Биполярлы жүйенің ыдырауынан кейінгі өте маңызды тарихи оқиға, бұл әрине КСРО-ның ыдырауы болады. 1991 жыл 26 желтоқсан. 30 желтоқсанда вообще бітті. Ал НАТОның құрылуы деген ол керісінше биполярлы жүйенің бастапқы кезеңінде болған 49 жылы. Германияның бөлінуі 1949 жыл, Кариб дағдарысы 1962 жыл болады. Келесі, 19 ғасырда Үндістандағы ағылшын үстемдігіне қарсы Свараджа күресінің мәні. Жалпы бойкоттың екі ірі түрі бар, Свадеши және Свараджа. Бұл үнді халқының билігін өз қолына алуы, өз билігіміз деген мағынаны білдіреді, Свараджа деген сөз. Ал ағылшын тауарларын сатып алуға бойкот жариялау, яғни өз өнеркәсібіміз деген, ол Свадеши деген сөз болады. Жаңағы Бал Тилактың жасаған, кейін Махатма Ганди осы сатьяграху, яғни күш қолданбай қарсыласу қозғалысына осыларды алған болатын. Келесі, 19 ғасырдың басында Францияның экономикалық өрлеуіне ықпал еткен құжат әрине Наполеон кодекстер болады, қылмыстық, коммерциялық, азаматтық деп аталады.
соның ішінде 1806 жылы шыққаны қайсысы? Жоқ, 1804 жылы. Соны жазып жіберіңіздер. Ал ұлттық конвенттің декреттері дегеніміз, ұлттық конвент ол бізде 1792 жылдан бастап 94 жылға дейін жүзеге асты. Және яковшілер диктатурасы ол 93-94-те осы ұлттық конвенттің басшылығын алып алған болатын. Ал абсолюттік монархия шешімдері деген ол 89 жылға дейін. Бұлар дұрыс жауап болмайды. Наполеон кодекстері капитализмді дамытқан болатын. Келесі 19 ғасырда Англия мен Ресейдің Иранның қаржы саласын ықпал етуінің көрінісі бұл банк салуға рұқсат алуы болады. 1889 жылы Шахиншах банкін барон Рейтер салған болатын, британдық, және де 1890 жылы Поляков есеп несие банкін Тегеран қаласында салған еді. Ирандықтарға пайызсыз несие берілген жоқ, керісінше пайызбен берді. Мысалы, Ресейдің біз білеміз, бірінші дүниежүзілік соғысқа дейінгі жаңа қарызы 164 миллион рубльді құраған екен. Яғни бұл үлкен көлемге өсіп кеткен, осыны ұмытпаймыз. Жаңа банкнот фабрикасын салу деген қате жауап болады. Мүлдем жоқ. Бізде бірақ банкноттарға байланысты ежелгі дәуірдегі мысалы дарик деген ақша келеді. Дари, Иран тарихына қатысты. Иран банктерін қамқорлыққа алу деген қате. Керісінше Иранға банк салған осы екі ел болады, және 20 ғасыр басында екеуі бөліп алады бұл елді. Орта жағы бейтарап қалған. Император Цянлун еуропалықтардың Қытайға келуіне тыйым салды. Ол бізде 1757 жылы болған оқиға жабық есік саясатын бастады. 1750 жыл деген ол қате. Бірақ осы жылы Ресей тарихында не болды, соны жазып жіберіңіздер. Сонда молодец боласыздар. Ал 1840 жыл, енді бұл апиын соғысының басталған уақыты болады, бірінші апиын соғысы. Ал 1839 жылы жаңағы Цин өкілі апиынды суға ағызып жіберген болатын. Және осы жыл айтпашы Осман империясында танзимат реформалары басталған екен. Келесі сұрақ. 19 ғасырдың екінші жартысында ресейлік марксистердің қызметіндегі басты мәселе. Бұның жауабы әлеуметтік сананы қалыптастыру болады. 1883 жылы Женева қаласында, Швейцарияда Плеханов деген адам еңбектен босату ұйымын құрады. Ол террорлық тактикасынан бастатып социалистік идеяларды үгіттейді және жұмысшы қозғалысында әлеуметтік сананы қалыптастыруды мақсат етеді. Өндірістің капиталистік тәсілін шаруашылық жүргізудің феодалдық басыбайлық әдістермен үйлестіруден қате, керісінше шаруалар мен жұмысшыларды марксистер қолдайды. Үкіметтің реформаторлық іс-әрекеттеріне бастамашы болу деген қате, үкіметті бұлар ұнатпайды, өйткені феодализм ескілік деп есептейді оны. Сол себепті феодализмнің орнына енді олар жаңағы социализм орнатпақшы болады. Даже капитализмді аттап өтпекші. Көрдіңіздер ме? Қателік қайда жатыр? Халық пен монархтың арасындағы рухани билікке қолдау көрсету деген қате, бұл консерватизм. Бұл Уваров деген Ресей ғылым академиясының президентінің позициясы болады. Яғни монарх пен халық бір болған кезде ғана Ресей сәтті қадамдар жасайды дейді. Александр айтпақшы, биылғы жылыда тұлғаларға байланысты ғажайып контекстер келеді. Александр патшаның туып өскен жерін анықтаңыз. Бұның жауабы бізде әрине ол Македония болады. Бұл Александр Македонский ғой. Ескендір Зұлқарнайын дейміз қазақтар. Сирия ол жорық жасаған жер біздің заманымыздан бұрынғы 333 жылы. Және Парсы олармен соғысып отыр. Біздің заманымыздан бұрынғы 334 жылдан бастап бұл соғыстар 331 жылға дейін созылды, парсылармен соғыс. Ал Рим ол жерлерде де Александрдың ықпалы орнаған болатын. Дұрыс жауап бізде Македония. Мәнмәтінде тарихи білімдеріңізді пайдаланып Александр патшаның ұстазын анықтаңыз. Әрине ол Аристотель болады. Әлемнің бірінші ұстазы, екінші ұстазы әрине ол Әл-Фараби. Филипп ол әкесі. Біздің заманымыздан бұрынғы 359 жылдан бастап 336 жылға дейін ел басқарған. Одан кейін 336 жылдан 323 жылға дейін Александр басқарған. Геродот тарихтың атасы, ал Птоломей болатын болса, әрине ол қолбасшысы болып саналады. Ол Египетті басқарған, және Птоломей ол географияның негізін қалаушылардың бірі, жаңағы Страбон, Эратосфен сияқты ғалымдардың бірі. Мәнмәтінде тарихи білімдеріңізді пайдаланып төмендегі мәліметтердің ішінен дұрыс дәйекті анықтаңыз.
массагеттермен болған шайқаста қаза тапқан Александр емес. Александр ол бізде жаңағы аурудан қайтыс болған, біздің заманымыздан бұрынғы 323 жылы. Безгек дейді, немесе халық арасында шешек деп те атайды оны. Содан қайтыс болып отыр. Ал мынау ол екінші кир, массагеттермен болған шайқаста 529 жыл қайтыс болған. Қазақстан тарихында 530 жыл деп өтесіздер. Бұл қате. Екі дұрыс, яғни құтқарушы ретінде қабылдады, өйткені олар парсыларға тәуелді болып отырған. Әсіресе мынау кімнің екінші кирдің кезінде басып алынған 547-546 жылдардағы Армения, Каппадокия, Лидия деген кіші Азияның аймақтары. Так, екі дұрыс. Так, ондай бізде бір ғана дұрыс жауап бар екен. Вавилон астанасы болғаны дұрыс. Ал парсылармен бірігіп марафон шайқасына қатысқан біздің заманымызда бұрынғы 490 жыл ол сақтар болады. Мәнмәтінді тарихи білімдеріңізді пайдаланып, Александр патшаға қарсы спитамен басшылығымен көтеріліске шыққандарды анықтаңыз, ол соғдылар болады. Үнділіктерге қарсы жорықтары ол біздің заманымыздан бұрынғы 527 жылы Орталық Азияны бағындырғаннан кейін жүзеге асқан болатын. Ал парсыларға қарсы соғысы 331 жылы Гавгамела шайқасында, шешуші шайқаста анықталып қойған. Ол кезде уже үшінші Дарий өліп қалған болатын. Соны айтпақша жерлеген осы Александр. Ал гректер дегеніміз әрине ол Александрмен бірге келгендер болады. Так, ұмытпаймыз. Ал Александр Македонскийдің Гавгамела шайқасында әскерінің сол қанатын басқарған қолбасшысы кім? Соны комментарийға жаза кетіңіздер. Келесі, мәнмәтінді тарихи білімдеріңізді пайдаланып, ежелгі дәуір билеушілер мен олардың жүзеге асырған іс-әрекеттерін сәйкестендіріңіз. Үшінші Дарий бұл дөңгелекті арбаларға үміт артқан. Ондай бізде бір-ақ дұрыс жауап бар. Екінші Филипп Коринф конгресінде эллиндік одақты құрғаны рас. Александр ол Ходжет тауында 22 000 таулықты өлім жазасына кесті, өйткені отын жинауға келген македондықтарды өлтіріп ұстап алды дегенге байланысты болды. Еуропадағы абсолютизмді күшейтуге бағытталған шараларды саяси қайраткерлермен сәйкестендіріңіз. Заң шығарушы билік пен шіркеуді корольдің тірегіне айналдырып, теңіз флотын күшейткен. Ол әрине бізде Елизавета Тюдор болады. Ал 534 жылы Римге шіркеуді азат еткен, Римнен бөліп алған корольдің басшысы деп жариялаған ол 8-ші Генрих болады, мынаның әкесі Елизавета Тюдордың және Мария Тюдордың. Ал кардинал Ришелье деген ол 1624-42 жылдары Францияда бірінші министр болған. Ал мынау болатын болса, причина саясаты әрине ол Иван Грозный болады. 4-ші Иван 1572 жылы сол саясатына тыйым салған еді. Так, ары қарай кеттік. Келесі. Фермерлер дейді, құлдыққа қатысты көзқарастармен сәйкестендіру керек. Фермерлер олар жаңа аумақтарда құлдыққа шектеу қоюды талап ете бастағандар, өйткені фермерлер олар құлдықты ұнатпайды. Ал плантаторлар әрине ол құлдықты шектеу шаруашылықтың құлдырауына алып келеді деп есептейтіндер. Версаль келісімшарты және Вашингтон келісімшарттары конференциялары. Так, Версаль Германия толығымен Африка-Азия отарларынан айырылды. Ал Вашингтон болатын болса, ол тынық мұхиты мемлекеттері күштер ара қатынасын қарап, теңіз қаруларын қысқартты. Қалған жауаптарын алып тастайық. Балқан түбегінің саяси шекаралары айқындалды 1913 жыл, ол бізде Лондон келісімшарты болады. Бірінші Балқан соғысын аяқтаған, бірақ сол араласуы екінші Балқан соғысына алып келді. Ал анау тынық мұхитында 110 меридианнан шығысқа қарай деген керісінше жазылып тұр, тыйым салған еді. Келесі, бес держава трактаты. Бұл не істеді? Бұл теңіздік қарулануды қысқарту, сүңгуір қайықтарға шектеу қоймау болады. Ал 9 держава трактаты әрине ол Қытайдың егемендік аумақтық тұтастығы. Қалғанын алып тастайық. Кеңестік Ресейді ұлттар лигасына кіргізу деген қате жауап болады. Кірмеген ел деген ұбыту сұрағы келеді, айтпақшы. Австрия, Венгрия мемлекетінің ыдырауын бекіту Сен-Жермен келісімшарты болады. КСРО-ның ыдырауы социалистік лагерьдің ыдырауы дейді. КСРО-ның ыдырауы әрине халықаралық қатынастарда дара субъектілер пайда болды. Мысалы, Қазақстан сияқты 15 одақтас мемлекеттен 15 мемлекет пайда болды. Социалистік лагерьдің ыдырауы ол Чехословакияның бөлінуі болады. 1993 жыл. Әлемде демографиялық өсу күрт нашарлады, халықаралық лаңкестік белең алды деген бұл 20 ғасырдың соңы, 21 ғасырдың басы болады. Так, осыны ұмытпаймыз.
Үндістанның бөлінуін жақтаған үнділік мұсылмандардың өзін өзі билеу қозғалысындағы маңызды саяси тұлғалар. Бұның жауабы бізде әрине кім болады? Мұхаммед Али Джинна болады. Джавахарлал Неру 1947 жылы Үндістанның тұңғыш премьер-министрі, Индира Гандидің әкесі және де Раджив Гандидің атасы болады. Мынау Раджив Ганди деген ол да Үндістанның тәуелсіздік кезеңіндегі басшысы болған Индира Гандидің ұлы. Ал Бал Тилак деген бұл 19 ғасырдың соңында бойкотты енгізген болатын, Свараджа және Свадеши деген түсініктер. Бал Тилак бірақ түрмеге қамалған еді. Ал Тұрғұт Өзәл деген Отан партиясының төрағасы. Тұрғұт Өзәл ол Түркияның президенті болған 1990-93 жылдары. Ал Аднан Мендерес ол 1946 жылы Халықтық республикалық партиядан бөлінген демократиялық партияның өкілі және 1950-60 жылдары премьер-министр болған. Сол кезде оның досы Джалал Баяр ол кісі президент болған еді 50-60 жылдары. Дұрыс жауап Джинна болады. Бұл Пәкістанның тұңғыш премьер-министрі. Біздің заманымыздан бұрынғы 7-6 ғасырларда философия жеке ілім ретінде пайда болып дамыған. Ол әрине бізде Қытай болады, Үндістан болады, Грекия болады. Және Үндістанның орта ғасырлық философиясында сұрайды сіздерден, ол жаңағы бізде Васубандху, Чаймини, Нагараджун деген сияқты қайраткерлер бар. Ал Хет алғашқы бейбіт келісім шарт жасаған біздің заманымыздан бұрынғы 1280 жылы және біздің заманымыздан бұрынғы 1595 жылы Вавилон мемлекетін отарлаған болатын. Осыны ұмытпаймыз. Яғни Вавилон қаласын тонады. Ал аккадтықтар солтүстік Месопотамияда өмір сүрсе, оңтүстігінде шумерліктер өмір сүрген. Еуропада 12 ғасырдың аяғынан бастап мырзалардың өктемдігінен құтылған қала тұрғындары сала бастады. Не салды? Сауда үйлері мен ратушаларды, яғни қалалық кеңес үйлерін сала бастады. Және де соборлар мен ауруханаларды сала бастады. Одан бөлек қонақ үйлер бар. Сонда қонақ үйлер, сауда үйлері, ратушалар, соборлар, ауруханалар. Осыларды білу керек. Ал мешіт, мектептер деген олар бізде мынау араб халықтарына, шығыс халықтарына жатады. Осыны ұмытпаймыз. Орта ғасырлық қаланың көрікті жерлері деген ұбыт сұрақтар да бар. Оларға да дайын болыңыздар. Так, алғаш ойлап табылған телеграфты көрсетіп қойған екен. Телеграф ойлап тапқан американдық өнертапқыш. Әрине ол бізде Самуэль Морзе болады. Қалғанын алып тастайық. Джеймс Уатт бұл мәшинесін жасап оны жетілдірген 1769 жылы бұл қозғалтқышына патент алған. Кромптон бұл кісі бізде Тимоне сияқты және де жаңағы Аркрайт сияқты, Харгуис сияқты жіберу мәшинесін жасаған адам Кромптон деген. Ал Сильва болатын болса осы телеграф жасаған, бұл да испандық өнертапқыш бұл. Стефансон 1825 жылы жолаушылар тасымалдайтын пойызын Дарлингтоннан Стоктон арасында жүргізген болатын. Попов 1895 жылы радио жасаған болатын. ұбт-да сондай эксперт көзқарасқа жетулеріңіз керек. Яғни әрбір жауабымен осылай жұмыс жасауларыңыз қажет болады. Сондай сенімді, сондай белсенді адам 140 бал иегері атанады. Әрине бағытты білу керек. Қай тақырыпты оқу керек, қай тақырыпты оқымау керек. Әрине курсқа келсеңіздер бәрін тәптіштеп, жүйелеп, жіліктеп беретін болам. Келесі, әдіс тәсілдері гендік инженерияда қолданылатын ғылымдар, әрине ол бізде генетика болады. Мендель деген адам тұқым қуалаушылық ілімін зерттейді, австриялық биолог, және ол генетиканың негізін қалайды. Вирусология жатады, яғни бұл да вирустар зерттейтін ғылым саласы. Және микробиология жатады, жаңағы Луи Пастер негізін қалаушылардың бірі болып табылады. Және Мечников дегенде орыс ғалымы сол микробиологияға үлес қосқан болатын. Физика, мысалы біз Ньютонды білеміз, ерекше физиканы жақсы дамытқан, классикалық физиканы. Ал кибернетика Норберт Винерді білеміз. Авиациядан ағайынды Райттарды білеміз. 1903 жыл мұқабада тұр. Жақсы құрметті оқушылар, Алдоңғаров онлайн оқу орталығына сіздерді дүниежүзі тарих және Қазақстан тарих пәндері бойынша шақырамын. Мен оқытқан 3-ші 140 бал иегері болыңыздар. Бұйырса, нағыз ұбт-дан 140 бал алыңыздар. Және осы талдауды 140 алғысы келетін және де содан ниеті бар дүниежүзі тарихы таңдайтын достарыңызға жіберіңіздер.
яғни нағыз ұбт-да 50-ден 50, 20-дан 20, 140-тан 140 алсын. Және мықты математик, мықты IELTS дайындайтын мамандардың бәрін беретін боламын нөмірлерін. Яғни олармен хабарласып 140 алу жолында жұмыстанып, соған жұмыс жасайсыздар. Жақсы, сәттілік. Мысалы, бүгін біз айтпақшы қаңтар ұбт-сының талдауларын талдап жатырмыз. Әлі 35 нұсқа бар. Ертерек қосуларыңызға мүмкіндіктеріңіз бар. Жақсы, сау болыңыздар.